тышқан ежелден-ақ бір-біріне өш болыпты. Бір күні мысық іздеп барып тышқандарға жар салады. Бұдан былай араздықты қоялық, тату-тәтті өмір сүрейік. Сол үшін біздің ауылға келіңдер, құшақ жайып қарсы аламыз, сый-сияпат көрсетеміз. Өтірік сөзді судай сабыр, тышқандардың делебесін қоздырған соң мысық кетіп қалады, тышқандар жиналады, өзара кеңеседі. Сонда мысықтың сөзіне елігіп алған жас тышқандар мысықтар жалғай қайтып отыр. Расында да тату болғанымыз жөн, шақырып кетті ғой, көңілін қалдырмайық, барайық деп қол шынады. Тіс қаққан кәрі тышқандар жымындарын айтып қойыңдар, әлде артын күтіңдер. Мысықтардың алдар қаққан айласы шығар, тіл арытсаңдар бармаңдар дейді. Жас тышқандар тыңдамай қонақ болып сый-сияпат көру үшін саусылдап мысықтардың алдына барады. Бұлардың алдына қонаққа шақырып кеткен қара мысық шығады. Қош келдіңдер ағайындар, мына үңгірге кіре беріңдер, бұл біздің үйіміз деп өзі бастайды. Тышқандардың бәрі кіріп болғаннан кейін мысықтар үңгірдің аузын бекітіп тастайды. Аңқаулар, амалымызды аздырдық па деп лап қояды да, мысықтар лап қояды. Сол арада тышқандарды қырып салады, ал кәрі тышқандар аман қалады. Содан бері бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөзді қалыпты. Үлкендерді таңдаған ұмытылмаса керек. Ой, молодец.